Жасөркен ықшам ауданында спорттық ғимараттардан бөлек, олардың қатарына биыл жаңа оқушылар сарайы қосылды. Былтырдан бастап салына бастаған ғимарат осы жылы Қазақстан мен Ресей президенттерін қарсы алған болатын. Араға бір апта салып, оқушылар сарайы қолданысқа беріліп отыр. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов, шаһар белсенділері және қалалықтар заманауи нысанның жұмысымен етене танысуға мүмкіндік алды. Құтты меймандарды робот-теспен қарсы алып, қонақжайлығын танытты. Өңір жетекшісі оқушылар сарайын аралап, жұмысын бағалады. Айта кету керек, диджитал ұрпақ ғимаратында балаларға 87 үйірме қарастырылған. Биология және химия зертханаларында жасөспірімдер өз сараптамаларын өткізіп, болашақта қазақстандық ғылымды алға жетелеуге үлестерін қосатыны хақ. Ал мехатроника, инженерия кабинеттерінде оқушылар технологиялық прогрестің озық жетістіктерін пайдалана алады. Мына бөлмеде болашақ робототехниктер өз қолдарымен аэрокомпьютерлік саланы меңгеріп, дрондарды құрастыруға үйренбек. В данный момент занимаемся в основном. Біз мұнда коптердің түр-түрін жинақтай аламыз. Оқушылар жаңа технологиялармен танысып, өздеріне жақын істі меңгеруге мүмкіндіктері бар. Қазіргі уақытта балалар DJI F450 дроны негізінде шағын коптерлерді жинайды. Бұл универсалды роботтың детальдары кез келген модельді құрастыруға мүмкіндік береді. Жас инженерлер әзірге робототехниканың қыр-сырын игеріп жатыр. Талантты балалар болашақта өз идеяларымен коптер әлемін бағындыруда көздейді. Ал форумда пленарлы отырыс өткен залда оқушылар сарай ашылуының салтанатты шарасы өтті. Алдымен IT стилінде арнайы концерттік бағдарлама әзірленді. Барлық нөмірлер бұл смарт жобаның маңыздылығын айқындағандай болды. Бұл орталық әлемдегі ең үздік технологиямен жабдықталған түрлі лабораториялар бар. Сондықтан осы ең үздік лабораторияларда оқыған балалардың аттары республикалық және халықаралық жарыстарға қатысып, талай көретін болады. Соны тілейміз. IT-технологияларға бағытталған үйірмелерден бөлек оқушылардың шығармашылық қабілеттерін шыңдауға арналған секцияларда жұмыс істейді. Театр сахнасында жас дарындылар өнерлерін көрсете алса, шағын киностудияда болашақ видеографтар мен журналистер алғашқы кәсіби даярлықтан өте алды. Түрлі жастағы меймандар бұл күні виртуалды ойындарды ойнап, 3D әлеміне саяхат жасай алды. Вообще очень классный зал. Здесь очень много игр, очень много автоматов. Главное, что просторно. Да, я бы посоветовала своим друзьям. Пришел бы я еще сюда. Бір мезетте оқушылар сарайы 1800-ге жуық баланы қабылдауға қауқарлы. Облыс әкімнің сөзінше тың нысанды өңір халқы елбасының сыйы ретінде бағалауы қажет.